Ассалаумалейкум көпшілік, бүгін біздер PCB жөнінде айтатын боламыз сіздерге. Барлығымыз зауыттан осындай құрылғыларды көріп жүрген болармыз. Осылай шығып тұрады. Бұл PCB Brush Set Valve дейді. Қазақша қысым орнатылған valve деп аударылуы мүмкін. Енді жалпы бұның негізгі қызметі артық қысым болған жағдайда қазанды, турбаларды, барлық заттар жарылу қаупінен сақтау, артық барды келген қысымды ауаға шығарып жіберу болып табылады. Бұның жалпы құрылысы бұл жерде плейт деген зат болады, арасында сол бұны клапан жауып ұстап тұрады. Және де мына жерде пружина болады, және де мынандай неше барға қоятын, реттейтін, настройка жасайтын зат болады. Керекті мысалы неше максимум минимум 4 бар болса 4 барға қоясыз. Ол осы қысым содан артқан уақытта мына жерден артатын шығаратын болады. Жалпы бұл құрылғының PCB-дің жалпы құрылысы соған негізделген.